Балаларым, мен өз өмірімде бақытты болдым. Енді аналарыңды көруге бара жатырмын. Көп қайғырмаңдар, яма? Әке. Тұра тұрыңдар. Мұрат, сен үлкен ұлымсың ғой. Мен ана көлігімді саған қалдырам, яма? Абайлап айдаттың, я? Жақсы, әке, уайымдамаңыз. Қайрат, сен кенже баламсың ғой. Саған анау банкта 7 миллион теңге бар. Саған қалдырам. Енді анау тезірек жақсы қыз тауып үйленіп ал. Яма? Я, әке, міндетті түрде үйленем. Бека, ау әке, тыңдап тұрым. Сен енді ортанша баламсың. Саған сенем. Мен саған бар ғой. Анау банкте 7 миллион теңге қарыз алдым ғой. Сол ай сайын төлеп таста, яма? Ұмытып кетпе, қарызбен кетіп қалмайын құрсын. Сосын анау тағы көлік бар ғой. Соны соғып тастағам. Соның 2 миллион теңге беру керек, соны жасатуға. Сондай әйтеуір бір амалын тауып төлеп таста, яма? Жақсы әке, рахмет. Ал мынау қала ортасындағы 200 миллион теңге тұратын пәтерді анау әдемі Медбекеге берем. Әке, Медбекесіне папа бізгеші. Ей, шешең түсі. Мен осы күнге дейін больница жатқан кезде біреуін келіп қасыма келіп қарадыңдар ма? Мені мынау Медбеке дейтін бар емес пе? Қасымда болып, емдеп, ана дәрілерімді беріп, туалетке барудың өзі бар емес пе? Қиын маған дәрет сындырудың өзі. Соның бәрі проблемам бәрін шешіп берген осы Медбекеден айналып кетейін. Осы 200 миллион теңге квартира саған жаным әшейін. Осы Медбеке бар емес пе? Ересектерге арналған Сейва жөргегін алып берді. Зәр ұстай алмайсың ғой. Әжетханаға бара алмайын, мен сиіп қоя берем бұтыма. Сол мен сияқты осылай кәрі кісілерге операциядан кейін созылмалы аурумен ауыратын адамдарға арналған ең ыңғайлы нәрсе. Сендердің бірің маған осындай алып бере алмай жүрсіңдер. Қаяқтың квартирасы сендерге? Әке. Сіздердің әкелеріңіз геморрой операциясын сәтті өтті. Ертең үйге шығасыздар. Неге жылап тұрсыңдар? Геморрой?